Қалай өзіңіз қалаған болашақтан келетініне нақты сенімді бола аласыз да? Өте көп адамдардың қазір мәселесі осы. Бір адамдар уайымның, қорқыныштың ішіне кірсе, енді бір адамдар иллюзияның, жалғандардың ішіне кіреді. Бұл нәрседен сізді құтқаратын сіздің бір ғана ойыңыз, сіздің бір ғана көзқарас, түсінігіңіз. Сіз білуіңіз керек нәрсе, сіздің бүкіл болашақ деп жүрген болашағыңыз, ол сіздің бір күніңіз. Яғни одан басқа сізде болашақ жоқ. Сіздің барлық болашақ деп ойлайтын болашағыңыз ол тек қана сіздің ойыңыз ғана. Ал қай кезде сіз осындай иллюзорный ойлардың ішіне кіресіз, менің болашағым бар дейсіз да, сіз қазір өз-өзіңізді әрекеттен айырасыз. Я болмаса менің уақытым өтіп кетті, мен кеш қалдым деп тағы да өкініштің ішіне кіру арқылы өз-өзіңізді әрекеттен айырасыз. Ал қай кезде сіз нақты сіздің болашағыңыздың, сіздің бір күніңіз екенін түсінесіз, сіз бір күніңізді пайдалы, тиімді етіп өткізесіз да, өзіңізге керек манифестпен, я болмаса өзіңізге керек состояниемен, өзіңізге керек әрекеттермен деген сияқты. Ал қай кезде сіз осындай пайдалы өтілген біраз күндерге қол жеткізесіз, ол сіздің бойыңыздағы, я өміріңіздегі фундамент орнатады. Ал қай кезде сізде фундамент бар, сіз кездейсоқ соққан жерден қорықпайсыз. Сіздің ішіңізде сенімділік, сіздің ішіңізде тұрақтылық содан келеді. Яғни сізге ешқандай сенімділікті сырттан бір адамдар да, ешқандай позитивное мышление, ешқандай ақылды ойлар сізге ешқандай сенімділікті бере алмайды. Сізге нақты сенімділікті беретін ол сіздің әрекетіңіз ғана. Өзіңіз ойланып көріңіз, қарсы алдыңызда мысалға тау тұрса да, сіз тауға қараған кезде тауға жетесіз ба, әлде аяғыңыздың астына қараған кезде тауға жетесіз ба? Дәл сол сияқты сіздің болашағым деп болашақты алысқа қойып қойған кезде, сіз оған ешқашан жете алмайсыз, яғни сізде әрекет жоқ, сіздің миыңыз сізде әрекет жоқ екенін жақсы біледі, ал ондай жерде сізде ешқандай сенімділік бола алмайды.